Әдебиеттік оқу. Сабақтың тақырыбы Көкқұтанның ақылы. Шығарманың авторы Пошо Қожа. Оқу мақсаты өз ойы мен сезімін көркем бейнелі сөздерді қолдана отырып жеткізу. Өлеңді оқып, пікірімізді білдірейік. Су иесі Сүлеймен, судан балық тілеймін. Судан балық бермесең, үйге барып не жеймін? Өз пікіріңді білдір. Су иесі кім екен? Суда не болады екен? Суда балық өмір сүреді, е? Ал балық адам өміріндегі азық-түлікте негізгі орын алатындардың бірі. Су тіршілік нәрі. Өзен жағалағанның өзегі талмайды деп атамыз қазақ бекер айтпаған. Өз қоныстарын ата-бабаларымыз сулы жерлерге жасаған екен. Су тіршілік нәрі. Тіршілікке қажетті 5 жағдайдың бірі су екенін білесің. Адам тіршілігіне жылу, жарық, қорек, ауа, су қажет. Міне, су бар жерде тіршілік бар. Адам тәулігіне 4-5 литр сұйықтық су ішеді екен. Адам баласы тамақ ішпей 1 айдан астам өмір сүре алады. Ал сусыз 1 аптадан артық өмір сүре алмайды екен. Су деген 2 ғана әріптен құралған осынау мөлдір сұйықтықта тіршіліктің көзі жатыр. Бірақ күнделікті тұрмыстың ажырамас бөлігіне айналған су туралы біріміз білсек, біріміз біле бермейміз. Жапондық психолог ғалым Масаро Эмото былай деген: су адамның психикалық энергиясын бойына сіңіре алады және оны ұзақ уақыт бойында есіне сақтап, тіпті басқаларға жеткізе алады екен. Судың бойына жинақталған таза энергия небір ауруларға ем болады. Ғалымдардың айтуынша, расында да судың қасиеті өте мол. Мәселен, су дене температурасын тұрақтандырады, азық, қалдық, оттегіні тасымалдайды, адамның зейінін ашады, стресс пен депрессияны басады, ұйқыны жөнге келтіреді, көзге жанар береді, ағзада қан жасалуын реттейді, иммунитетті күшейтеді. Қатты шаршап кеткен уақытыңда беті қолыңды сумен жусаң, рахаттанып қаласың. Немесе қызулап ауырғанда суға түсу адам денесін жеңілдетіп, үлкен күш береді. Міне, су қарапайым ғана болғанмен, оның үлкен қасиеті бар екен. Суға қатысты тыйым сөздер. Бұларды дәптеріңе жазып ал және есіңе сақта. Себебі су қасиетті, суды үнемдеу керек. Көкқұтанның ақылы Пошо Қожаның шығармасына назар аударайық. Мәтінді тыңда. Күндердің бір күнінде бір сиқыршы Сүлеймен патшаға мәңгі өмір сыйлайтын суды сыйға тартқан екен. Киелі суды ішу-ішпеуі жөнінде ақылдаспақ болып, күллі аң мен құстарды жинайды. Ұзамай хайуанат біткен тегіс бас қосады. Тек ұзын сирақ Көкқұтан ғана келмейді. Сонда Сүлеймен патша тұрып, итке тіл қатады. Сенің басқалардан байбаламың көптеу еді. Сен барып Көкқұтанды азғырып әкелші маған, дейді. Ит шынымен ақ Көкқұтанды ертіп әкеледі. Уа Көкқұтан, көнекөз кемелім, мына бір киелі суды ішейін бе, ішпейін бе? Соны айтшы, дейді Сүлеймен.
Сонда көк құтан былай депті: егер мына суың өзіңнен барша дос жарандарыңа, туған туысқандарыңа және ұшқан құс, жүгірген аңға жететін болса, онда бұл суды ішіп қой, тамшысын да қалдырма. Сонда өмірден бақытты да қуанышты да табасың. Бірақ оны бір өзің ғана ішсең, мәңгі бақи өкініп опынумен өтесің. Жалғанда соқа басың сопайып жалғыз қаласың. Жақын жуғыңның бәрі баяғыда кеткен соң, бір өзің не қуаныш, не қызық көріп жартам дейсің, депті. Сонда Сүлеймен патша: япырмай, сен шынында да данышпан екенсің. Мұны маған сенен басқа тірі жан айта алмас еді, дейді. Сөйтіп, Сүлеймен патша киелі суды ішпейді. Сұрақтарға жауап бер. Мәтіндегі кейіпкерлерді ата. Сүлеймен патша неге көк құтанды іздеді? Көк құтан қандай жауап айтты? Сен Сүлеймен патшаның орнында болсаң, мәңгі өмір сыйлайтын киелі суды ішер ме едің? Неге? Сұрақтардың жауабын дәптеріңе тізбектеп жаз. Сөзіміздің соңында суды үнемдеу туралы не айтар едің? 4-5 сөйлем жаз.